Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше жұп-жұмсақ үй жағдайында жасайтын пицца жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жарты кесе жылы сүт, жарты кесе су, қант, тұз және дрожж қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, бір кеседей ұн саламыз. Қамырын жақсылап араластырып, қамыр етіп қарып аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қамырдың басын қарап алып біріктірген соң, үстінен бір ас қасықта өсімдік майын салып жібереміз. Қамырымыз ісініп, әдем болып, ыдысымызға жабыспай, жақсы көпсіп шығады. Қамырға сүт пен майды қосқандықтан қамыр өте жұмсақ болады. Пиццамыздың салмасына 2 помидор, 2 түрлі шұжық және сыр, мен чеснокты пайдаланам. Осы 2 ашқан қамырдан менде 2 пицца шықты. Қарасаңыздар, өте үлпілдек, қолға жабысқақ, сондай. Бұл деген сөз қамыр жұмсақ болып піседі. Сіздер қолыңызға ұнды ұрпақтап, немесе қолыңызды сулап алып екіге бөлсеңіздер болады. Мен қолыма жабысып қалды қамыр аздап. Осылай зуалар жасап, қалыптың өзіне пиццаның қамырын жайып аламыз. Қамырдың бетінен кетчуп пен майонезді араластырып жағып, оның үстінен шұжықтарымызды кесіп және қызанақты жұқа етіп турап саламыз. Барлығын жұқа болғаны жақсы кескен кезде. Қызанақтарымызды осылай жұқалап кесіп шығамыз. Сырымызды күштен өткізіп, дайын болған пиццамызды 15 минутқа печке салып аламыз. Біздің бірінші пиццамыз дайын. Осындай болып шықты. Екінші пиццаға көшеміз. Қамырын дәл солай қалыпқа жаямын қамырын. Зуала жасап, қолда аздап созып алдым. Үлкен етіп, жұқалап жайғандарыңыз абзалырақ. Мен бірінші пиццам аздап қалың болып қалды. Бұл жерге чесноктың үстіне кетчуп пен майонезді араластырып салып жатырмын. Осылай жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады. Екінші пиццаға мен басқаша шұжықты пайдаландым. 2 түрлі. Және қызанақтарымызды бірінші пиццадағында жұқа етіп турап, үстінен салып шығамыз. Әдеттегіндей үстінен сырды күштен өткізіп саламыз. 15 минутта пиццамыз біздің дайын болады. Айта кететін жайт, қыздар, лайфхак тағы бір. Күшті майлап жүрсеңіздер, сыр күшке жабыспайды екен. Және сырды өткізгенде мен сияқты осылай күштен өткізсеңіздер, сыр сыртына қарай шығып кетпейді, ішіне
тақа болып түсе келеді. Дайын болған пиццамызды 15 минутқа печке салып аламыз. Қызып тұрған. Қарасаңыздар, кәдімгі заказ берген пиццадан ешқандай айырмашылық жоқ. Айналасы да дәл сондай. Ып-ыстық, өте дәмді. Жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ас болсын, сіздермен бірге болған Мөлдір.